Бәріне сәлем. 3-ші саны әйтеуір дегенде шықты. Бірақ осы жол шын айтам, қысқа болады, қызықсыз болады. Тым қызықсыз болады. Неге? Анекдот номер 1. Біз Ермектің жеріне бара жатырмыз. Мә, базар жоқ анекдот. Алтеке анекдот айт онда. Әне, көрдіңіздер ғой. Ең алдымен неге 2 апта бойы кешіккендігі туралы айта кетейін. Аяқ асты 5 желтоқсанда менде бір жұмыс шыға қалды. Енді беріп тұрғанысын ала қалу керек қой. Сол 2 апталық жұмыспен айналыстым да, бірақ анда-санда арасында бір 3 рет па 4 рет шыға алдым мен жұмыс барысында. 4 күні ма сондай кезде шатырдың басын жаба бастаған кезде қар жауып кетті ғой. Мен шатырды жабумен айналыстым. Осылай шатырдың астыңғы қабатын бүгін қадап тастадым. Жасау процесінен түсіре алмадым, айтпай бермеңіздер. Алдыңғы күні осылай ОСБ 6 мм және бу изолятымен осылай қаптап шыққам. Оны түсіру мүмкіндігі болмады. Мынандай 6 мм ОСБ. Мынау астыңғы қабатынан қалған кішкентай кесек болған, оны мына бу изолятымен қазір үстіне қоятын қаңылтырдың арасындағы ауа жүріп тұрғанға арналған кеңістік. Шай. Мен күнде жұмыс жасаған кезде осындай термоспен ыстық шай алып келем, көк шай. Осындай суықта жұмыс жасаған кезде ыстық шайдың дәмі ерекше тәтті болады. Өткен жолға ОСБ мен жапқан тақтайларымның үстінен қазір қаңылтырды қағып жатырмын. Негізгі орналасуын қойдым. Бір жартысын шуруппен қадап тастадым. Меніңше көрсетуге тырысам, бірақ енді менің сырттан жазатын камерам бүгін істемейді. Менде мына жерде өткен жолға фундамент құйғаннан қалған көп бір шама мынандай шуруптар қалған болады. Мен осымен шатырды қадайын ба деп ойлағам, бірақ менде қазір 3 қабат ана балкаға дейін, 10 сантиметрлік тақтайға дейін 3 қабатты ОСБ бар екен. 6 мм-ден есептеңіз өзіңіз. 12-18 мм. Сонда мына жерде құр босқа қалайын деп тұрға ашқа жеткенше. Сондықтан маған базардан бөлек барып мынандай алуға тура келді. Мынау енді міне жеткілікті. Қазір осымен шатырды қағып жатырмын. Міне осындай жіптермен байлап қойдым. Осылардың бойымен мен шуруптарды қадаймын. Сіздер ойлап қалмаңыздар, мына жіп мына қаңылтырды ұшырып алып кетпес үшін. Жауып тастадым. Мен бір нәрсе көрсетейін деп едім. Мына жерде мен бір қателік жасаған сияқтымын. Мына бір жер тұр ғой, міне. Тура балкаға жетпей, мен орнатып жіберген екенмін. Ол қателікті мен қашан білдім? Мен мына бір екінші қатар тұр ғой, соны орнатып болғаннан кейін ғана қателік екенін түсіндім. Міне, көрдіңіздер ме? Мына бір қатарға мен шуруптарды орнатып тастадым да, содан кейін ғана мынаны қойған кезде мынаның ұзындығы 6 метр, ары қарай біраз шығып тұр. Содан кейін ғана бұны сәл-пәл созып мына жерге дейін. Содан кейін үстінен, 2 шатырдың үстінен бір-ақ шуруптар қадау керек екендігін түсіндім. Болашақта көреміз, үлкен дауыл соғарда. Мына көрдіңіздер ме? Ал жалпы міне шатырды бекітіп тастадым. Енді жасалған қателіктердің салдарын көретін мен жалғыз өзім. Сондықтан көктемді күтеміз. Содан кейін тағы бірнеше күннен кейін мен 2-3 күндей жерге үйге жолай алмадым. Содан кейін қонаққа Ернар келді. Ернар, бүгін қар жауа бастады. Ауа райы өте керемет тұр. Тұман, қар түрі мен жақсы көретін ауа райы ғой.
Міне жер деген осы. Мә ал сенің жұмысың. Енді сен жақсырақ блогерсің ғой маған қараған. Ал тура міне жердің шекарасы мына жерден өтеді екен. Үйдің сыртынан былай көрінеді. Бір жақ қабырғасы кішкене биіктеу, мына жақ кішкене аласа. Шатыр былай тұр. Мына бұрышта екінші қабат болады ғой, бір жарымыншы қабат деді ғой жаңа Ермек. Осы жерде Ермек ұйықтайтын жер. Мына жерде үлкен терезе болады. Мына әуре міне есік кіретін мынау терезе. Мынау енді болашақта салынатын үйдің орны. Астың биіктігі. Арт жағында терезе болмайды. Еденді толық қаптамаған, бұның үстіне тағы ламинат түседі деді. Тағы қалың болып. Мынау міне құрал сайман қоятын жер. Жарығы бар екен. Құрал сайман көп. Иә, қазір не істейсің? Қазір мына жақ қабырғаға OSB қадаймыз. Текілдетіп отыр. Бұл сырт қабырға болмағандықтан мен бұның сыртынан тағы да мынандай қаңылтыр сияқты боялған, қарамен боялған проф қаңылтырмен тағы да қаптап шығам. Бұл тек ішіндегі көбік пен тасмақтан ұстап тұру үшін ғана. Қашан келесің? Ал, екінші анекдотты айт. Жерге келдік, тоңдық. Ол анекдот емес, бұл жол күлкісіз анекдот болмайды. Онда өзіңнің жеке жобаң туралы айтып бер. Бізде жоба көп. Саяхаттаймын, қуырмаш, массагет, контактені махаббат қызық маусымдар, Ермек админкадан шығарттым. Саяхаттаймыздың келесі бөлімі қашан? Саяхаттаймыздың 2 видеосы тұр монтаждалмаған. Соны монтаждасақ келесі бөлімі осы тәуелсіздік. Бар екен ғой дүнием. Ермеген кішкене жұмыс деп аса тоңып жатқан жоқ, мен құры тұрғаннан тоңып жатқан. Қа берем онда саған. Ал кет. Мына бір бетін толықтай қағып шықты Ермек. Енді екінші бетіне жаңа кішкене көшкен, мен ана біреу тақтайды кесіп жатқан кезде. Екінші бетіне 2 мынандай тақтай жабыстырып қойды. Тақтай ма немене өзі? Мынау не өзі? Мынау не еді? OSB. Сыртын жөндеп еді, кәдімгідей үй сияқты болып қалды өзі. Ернармен жақсы уақыт өткіздік. Әңгіме дүкен. Мен салып отырдым, мен түсіріп отырды. Қысқасы кеш батып жатыр. Сағат 3-тен кетті. 4 болып қалды ғой деймін. Ермек қалды, мен кетіп бара жатырмын қалаға қарай. Ермек осы Қаскелеңде қалады екен. Жақсы сау болыңыздар. Содан кейін тағы бірнеше күн мен дұрыстап келе алмадым. Содан кейін маған қонаққа бауырларым келді. Мен мына жақта айтам, түк өзгеріс жоқ қой. Неше жыл бұрын келдім, осылай тұрған, ана есік контейнерде соғып тұрған. Е? Ермек, мынау шығып тұрған жарамайды. Не шығып тұрған? Нөр шипыр. Неге жарамайды? Астын бірдеңе тіреу керек. Мынау қатты қалың қар болады ғой, мынаны бүйтіп майыстырып бүйтіп. Енді мен мынаны нетем ғой. Нетем. Анау тұр ғой. Шошайып тұр ғой. Соның үстінен тағы да балқы тастаймын ғой. Оны сол бірінші тастау керек еді ғой. Не bileyim проблема. Түнде қар жауса, мынау майсатта қалады, бітті. Болмайды. Тездет бірінші соны сал. Мына қараса шипыр қалай шығып тұр. Анау қардан. Мен сен ар жақ үйді салым келмей қалмасын маған кіру. Жоқ. Бұл енді мынауды қалады ғой, бір салға осыны қолданады ғой, кірет ретінде. Е? Бұл әлгі қонақ үй болады ғой. Қазақтық сол ғой. Мынау уақытша деп салады да солай қалады ғой. Оның сыртына бу не кетеді? Бу изоляты кетеді. Содан кейін мынандай, білмеймін, бу изолят. Ол мынандай не? Целлофан сияқты. Онда сендер давайте бір күн жатып помогать етіп. Жоқ, маған көмектесуге болмайды.
болмайды. Бұл шарт, блоктың шарты бойынша бұл жағыз салу керек, міне иә міне сіздер келіп тұрсыздар ғой қонақ болып, сіздер баға бересіздер де содан кейін өз пікірлеріңізді айтасыздар, содан кейін анекдот айтасыздар. Ерекше жоба екен менің ойымша, ерекше жоба. Мен бұндай жоба көрмедім. Ең соңы қандай болады екен, маған қызық болып тұрса. Мына кісі бізге рұқсат бермей тұр қазір кірісуге. Өзім бітірем деп тұр енді. Көмектескізін де алып келіпті. Мен пікірімді айттым ya, қосарым. Мына жер жатасың жер? Иә. Жақсы жоба екен. Демек мынандай проектті ана европейский адамдар жасайды. Иә, неде Жаңа Зеландияда кәдімгідей не екен, үрдіс екен ол жақсы. Бізге де келсе жақсы болар негізі. Енді сен келтіріп жатсыз ғой. Қазақстанға бісміллә деп кіріп жатыр. Олар көрді, олар риза болды, өздерінің кеңестерін айтты. Ананы жөнде, мынаны жөнде, ананы былай дұрыс, анау не біраз жақсы болып риза болып кетті. Одан кейін мен терезені өткен жолы қысқартам деп айтып едім. Қысқарттым. Терезені осындай қып өзгерттім. Себебі мына бір төменгі жақтағы мынау және мынаны қосымша беріктік беретін бұрыштық ағаштарды орналастыру керек болды. Есесіне қазір тексеріп шайқап көрдім, әлдеқайда қаттырақ болып шықты. Алдыңғы мына бір көлденең тақтайсыз нұсқадан қарағанда қаттырақ берігірек болды. Оның үстіне терезе кішкене арзандайтын болды. Оның жалпы суммасы 190 мың теңге болды. Болашақ терезенің келбеті енді осындай болды. Электрик жалдадым да, кешке келді да бағанға сым жалғады. Осы ұзақ 2 аптаның ішіндегі істелген барлық жұмыс осы ғана. Бақылап отырыңыздар, көп замай жылы жайлы үйге кіріп қалармын. Қонаққа келесіздер міндетті түрде. Назарларыңызға рахмет.